Сәлем достар, бүгін біз осындай блина жасайтын боламыз. Ал енді бастайық. Ең алдымен ыдысымызға 2 дана жұмыртқамызды жарып аламыз. Оның үстіне өз қалауыңызша қантты қосасыздар. Жақсылап венчигімізбен бір келді масты болғанша араластырамыз. Араластырып болдық, енді үстіне шым-шым тұзымызды саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Араластырып болдық. Енді бұның үстіне біраз қасық сұйық майымызды саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Араластырып болдық. Енді үстіне жылы сүтімізді қосамыз. Сүтіміз міндетті түрде жылы температурада болуы қажет. Тағы да жақсылап араластырамыз. Неге араластырып болдық, енді үстіне ұнымыз бен ас содамызды саламыз. Ұнымыз 5 қасық ұн және де 1 шай қасық ас содасы. Илекшкен өткізгендеріңіз дұрыс. Мен ұнды 2-3-ке бөліп саламын. Сонда қамырларыңыз өте жақсы болады. Араластырып болдық. Енді бұны ожаумен сапырамыз. Егер де ожаумен сапырсаңыздар, түбіндегі қоюы жақсы араласатын болады. Достар, бізде осындай консистенция шықты. Енді бұны блина табамызға пісіреміз. Блина табамызды жақсылап майлаймыз. Және де жаңағы консистенциямызды құямыз. Блиналарымыз тез піседі. Достар, міне бізде осындай блина шықты. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыз.